Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалыктары. Видеоны бастамас бұрын арнага тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Ақышта Ербосынұлына қатысты 2 апта күткен жаңалық айтылды. Есепін арнасының сарапшысы, Ақыштағы белгілі бокс шолушылардың бірі Дэн Рафаэл қазақстандық боксшы Айдос Ербосынұлына қатысты жақсы жаңалық айтты деп хабарлайды. Өзінің мәлімет көздеріне сүйенген ол Айдостың медикаментозның комадан шығып ес жинап жатқанын хабарлады. 2 аптадан кейін қазақ боксшының денсаулығы жақсара бастаған. Рафаэлдің сөзінше, Айдос қазіргі таңда сөйлей алатын деңгейге жетіпті және жүрегі талпыныс жасаған екен. Қастықпа Ербосынұлымен болған жағдайда кім кінәлі екені ашық айтылды. Америкалық белгілі сайт Box News 24 кубалық Давид Маррель мен Айдос Ербосынұлы арасындағы жекпе-жекті ұйымдастырған бүкіләлемдік бокс қауымдастығы WBA үлкен қателік жасағанын ашық айтты. Міндетті қорғау үшін чемпион, мықтырақ және үлкен айқастарға дайын қарсылас табу керек болғаны айтылды. 30 жастағы қазақстандық Ербосынұлы бәсекелесуге қабілетсіз болды. Әсіресе кейінгі раундтарда Маррельге қарсы Айдостың қолына жылдамдырақ болды. Бокстағы дағдығысы да жетпеді. Бір жақты өткен айқасты алаңдап отырып көрдік. Бүкіләлемдік бокс қауымдастығы Ербосынұлының Ленокс Алленді жеңгеннен кейін WBA титулы міндетті қарсылас етті де, ары қарай ешқандай көмек көрсетпеді. Айдостың 7 жылдық карьерасында Аллен жалғыз ғана белгілі боксшы. Оның өзіне атақты емес. WBA Маррельге қарсы дайынырақ қарсылас таңдау керек еді. Өйткені жекпе-жекке дейін де Ербосынұлы чемпионмен бір санатты емес екені айқын болды, деп жазыпты сайт. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.